Алматы вокзалында жолаушыларға лық толы. Әдеттегідей шығарып салушылар, күтіп алушылар бірі кіріп, бірі шығып жатыр. Вокзал кезекшісінің әдемі дауысы жолаушыларды елең еткізді. Пойыз тіркемесінің перронға келгенін хабарлаған болатын. Жолаушылар қол жүктерін алып, перронға шығуға лап қойды. Күзге жаңбырлы күндердің бірі. Түнімен себелеп жауған жаңбыр таң ата қойған болатын. Енді міне қайтадан жаңбыр тамшылары жерге түсе бастады. Түс мезгілі. Мен де қол сөмкемді көтеріп перронға бет бұрдым. Вагон алдына келіп, жол серікке құжаттарымды көрсетіп, ішке ендім. Тиеселі орныма жайғасып отыра кеткен соң, көп кешікпей вагон іші жолаушыларға тола бастады. Екі жас жігіт үстіңгі орындарына сөмкелерін қойып, танысып, бос орынға отыра кетті. Төменгі орынның біреуі бос. Бәріміз пойыздың жүргенін күтіп отырмыз. Жігіттер өздерінің студент екенін айтып, біреуі Шымкенттен, екіншісі Ақтөбеге баратынын айтып танысты. Мен де Қызылордаға баратынымды айтып өзімді таныстырдым. Вокзал кезекшісі пойыздың жүретінін хабарлады. Сол мезетте асыға үсіге ентігіп бір жігіт ағасы кіріп келді де бос орынға отыра кетті. Ентігін әрең басып қол сағатына қарады. Пойыз да орнынан қозғалды. Ыржиып күліп алды да біз сұрамастан: "Мен Қызылорда сағатымен есептесем, пойыз Астана уақытымен жүреді екен ғой. Қалып қоя жаздадым құрғыр. Осы жеткен бойым" деп күртешесін сесіп, терін басып отыра кетті. Қара торы ірі денелі жігіт жас шамасы 40-45-терде. Мынау менің орным болар. Режиміңді, заттарымды астына қояйын" деп студенттерді орнынан тұрғызып, заттарын орнына қоя бастады. Төсегін салып, жайғасып отырды. Вагонда абыр-сабыр басылып, жұрт тынышталған. Мен де асықпай төсегімді салып, жуынып келіп, орныма жайғастым. Әлгі жігіт менің келгенімді күтіп отырса керек. "Таныса отырайық, қайда барасыз?" деді сыпайылықпен. "Менің атым Едіге, Қазалыданмын" деп қолын созды. Мен атымды айтып, Байқоңырдан екенімді айттым. "О, жерлес екенбіз ғой" деп қуанып қалды. Қара сөмкесін алдына алып, заттарын кішкене ас ішетін үстелдің үстіне қоя бастады. Асылған семіз, жылқы еті, қазы, жұмыртқа, піскен картоп, нан стол үстіне сыймай қойды. Менің таңданғанымды сезген Едіге: "Құдалардан келемін. Алматы облысына қызым күйеуге тиген. Солардың сарқыты ғой" деп қалтасынан қол пышағын алып, ет орай бастады. "Ереке құдаларың мырза адамдар екен. Не деген молшылық мынау" деп таңғалғанымды жасыра алмадым. Мен де қарап тұрмай жолға деп алған шұжық, піскен жұмыртқа, нандарымды шығара бастап едім. Едіге: "Мыналарыңды алып қой, ертең жерміз, жол ұзақ. Әуелі етті тауысайық" деп студенттерді дастарханға шақырды. Олар да қуанғандарын жасыра алмай, рахметтерін төгіп, бірі жүгіріп барып ыстық су әкелсе, екіншісі шай қабына кірісіп кетті. Асықпай шай ішіліп, еттен алып отырдық. Едіге бір сондай ақ көңіл жігіт екен. Әр әңгіменің басын салып қарқылдап күліп алады. Жуан қолдарымен еттен турап отыр. Ет жеп әлденіп алдық. Дастарханды жинастырып, орындарымызға жайғастық. Қараңғы түсе бастаған. Шаршаған болар, Едіге ұйқыға кетті. Вагон ішінде тыныштық орнады. Мен де әр ойдың басын салып жатып, қалай ұйықтап кеткенімді байқамай қалыппын. Таң ата вагон теңселісінен оянғанмен көзімді ашып, Едіге орнында жоқ екенін байқадым. Студенттерді көрінбейді. Терезенің жапқышын ашып, үлкен бекетке келгенімізді көріп, орнынан тұрып, бет жууға бет бұрдым. Көп кешікпей пойыз орнынан жазылды. Орныма келсем, сапарластарым дастархан жайып, таң ертеңге ас ішуге кірісіп кетіпті. "О, кел" деген Едіге қуана үстел басына шақырды. Аздап ас алып отырдық. Вагон терезесінен далаға көз тастаған Едіге
Ұзақ үнсіздіктен соң: мен қойшымын, азын аулақ малдарымды бағамын. Ауылдастардың қосып қойған малдары: сиыр, қой, ешкі, жылқы аралас. Ағайын туыс дегендер де бар. Келіншегім мен балалар бәріміз жыл бойы мал соңындамыз. Жазда жайлап, қыста ауылға жақын қыстауға дегендей. Алыс қашарым Байқоңыр жақта. Жазда малды сонда бағамыз. Космодром өте жақын, дүріммен көріп отырамыз күнде. Ертең барған соң көршінің қамына кірісемін деп ыстық шайдан алып отырды да: мен де сол жақта жұмыс жасаймын дедім. Ереке бір қызық әңгіме айтып отырсай, уақыт өтсін деп қолқа салдым. Әңгіме көп қой деген едіге ойланып кетті. Ереке қасқыр көп пе дедім, қарап отырмай. Жымиып күлген едіге: қасқыр деген жарықтық бар ғой, мал болған жерде қасқыр болады деп ойланып отырды да жайғасып әңгімеге көшті. Осы мына кітаптарда, ертегілерде қасқырды ақымақ, қара күштің иесі, ебедейсіз қылып суреттейді. Ал түлкіні айлакер, пысық қылып көрсетеді. Расында қасқыр даланың киесі, түз аңы, оның өз айласы өзінен асып жатыр. Бірде көктемде жайлауға көшіп келдік. Алдымда мал. Өзіміз жылда келіп жүрген құдық басына келдік. Өте бір ыңғайлы, айналамыз төбе, азынақ жел соға бермейтін, шыбын шіркей аз, малға жайлы тек алыс демесең. Екі бөлмелі үйімізге орналасып, қора қопсықты тазалап, тірлігімізге кірісіп кеттік. Бірер аптадан соң қой төлдей бастады. Маңыраған мал дауысы құлағыңды жырады. Қазағымның бір берекелі мезгілі ғой, дала иісі қандай, жусан иісі мүңкіп тұр. Өрісте төлдеген қозыларды қоржынға салып, малды бақыламаққа төбе басына шықтым. Дүрбі салып біраз қарадым. Біраздан соң қыңсылаған дауыс естім. Ит күшіктеген бе деп жан-жағыма қарайым. Бір топ шыңғылдың арасынан үңірейген үңгірді байқадым. Жайменен келіп тыңдасам, қасқырдың үңгірі екен. Жақындағаным сол, үңгір ішінен ырылдаған қасқырдың үнін естідім. Астымдағы атым да құлағын қайшылап пысқырып қояды. Жайменен қос аузымды алдыма алып, жайлап кете бардым. Күшіктерін қорғақштаған қасқыр өте қауіпті келеді. Шап беруі мүмкін. Мен тимесем, ол маған тимесін білемін. Арада апталап айлар өтті. Мал аман-есен қозылап, күнделікті күйбең тірлікке араласып кеттік. Қанша дегенмен дүз аңа ғой деп кейде дүрбі салып, үңгір жаққа қарап қоям. Қаншық қасқырда апаннан шығып, жорсуылдап келіп кетіп жүрді. Ол да мен жаққа сақтықпен қарайды. Бірде малды құдық жаққа айдап келіп, мал суарып тұрсам, бір салт атты мылтығын иығына асқан біреу алыстан келіп амандасып жөн сұрады. Сөйтсем, көрші ауылдың Серік есімді қойшысы екен. Амандық саулықтан сұрасқан соң: не қылып жүрсің, жоқ іздеп жүрсің бе деп таңғалғанымды жасыра алмадым. Солай десе болады Ереке деп астынан түсіп, атын суаруға кірісті. Қой, үйге жүр, белігін жазып демал деп үйге ертіп келдім. Келіншегім шай қойып, үлкен ұлым атыма мініп қой қарауға кетті. Асықпай шай ішілді. Ауылдастардың ағайын туыстығының жаңалығын естіп, мәресері болып қалдық. Келіншегім қазанға ет салмақ болып еді. Қонағым қазір кететінін айтып, ет салдырмай қойды. Қараңғы түспей үйіне жетіп алмақшы екен. Ереке келген жағдайымды айтайын, деді қонағым. Осы жақта қасқыр жоқ па, деді. Сасып қалған мен келіншегіме қарадым. Әрине үйдегілер біледі қасқыр туралы. Жоқ, қайдағы қасқыр деп жылы жауап қоя салдым. Оны не қыласың, дедім, қарап отырмай. 2-3 аптада бір қозым жоқ болып кетеді. Іс салып қарасам, қасқыр, іздері сенің қашарыңа келеді деп маған қарады. Не айтарымды білмей,
Өткенде шүйбөрінің құдығында отырған сәкен қойшы қасқыр атып алды деп естігем. Мүмкін сол болар деп қысқа қайырдым. Расында сәкен қасқыр атып алған болатын. Онда мен жүрейін, болса сол болар деп қонағым орнынан тұрып жинала бастады. Қонақ кеткен соң мен ойланып кеттім. Таң ертең мал басын санап өріске шығарам. Бәрі түгел. Тек енесінен таба алмай маңырап жүрген қозы жүретін. Сөйтсем қанша қасқыр күні бойы дым таба алмай, кешке апанына келгенде қыңсылаған аш күшіктері жер-көкті басына көтереді. Амалсыздан аналық қасқыр менің қорама кіріп, бір қозыны өлтіріп күшіктеріне тастайды да, өзі түні бойы жортылдап, серіктің қорасына түсіп, бір қозыны өлтірмей, жарақаттамай, арқасына салып әкеліп, менің қорама, яғни бағана өлтірілген қозыны орнына әкеліп салады екен. Не көрдің бе? Не деген қулық? Егер менің малдарым кем шықса, мен оны өлтіремін, күшіктерді де өлтіремін. Ол соны түсініп істеп отырғаны. Ана деген осы. Ал сәкеннің атып алғаны осының еркек екен. Бірнеше күн күтіп келмеген соң өзі шыққан ғой жортуылға деген едіге ойланып кетті. Бәріміз не айтады дегендей үнсіз отырмыз. Біраздан соң бірде қыста малды суаруға дария жағасына айдап келгенмін. Дария әлі қатпаған. Күнде жүріп жүрген жеріміз ғой. Жағаға жақындап қалғанда отар ілгері баспай қойды. Айтақтап айдаймын, алға жылжымайды. Бірдегіден үріп аяқ басар емес. Мыналарға не болған деп айналаға қарадым. Сезіктенетін ештеңе жоқ. Үркеген отар алға жылжыр емес. Айналада желден гуілдеп тұрған электр желісінің сымдары, асты бетон, үсті бөрене электр бағандары, басқа ештеңе жоқ. Неден үрікті екен деп, мен түсінбей, мен тұрмын. Көзіме бірдеме жыбырлағандай болды. Асықпай қарасам, асты бетон бағананың екінші жағынан бетон бағана болып асылып қасқыр тұр. Алдыңғы аяғымен бөренге асылып, тек құлағы қана жыбырлап тұр екен. Бір қарағанда бетон бағана деп қаласың. Түсі де сәйкес келеді. Қойды жақын жіберіп бас салмақшы. Көрдіңіз бе? Не деген айла. Мылтығымды алдымда қасқырды атып алдым. Малды суарып, қасқырдың терісін сыпырып, қоржынға салып алдым. Келесі күні теріні өткізбекке ауыл орталығына келдім. Ауылда бір көршінің бір қабаған иті бар болатын. Әлгі ит кім көрінгенге шапқылап, қатын қалаш бала шағаны көшеге жүргізбейтін. Жаяуға да, аттыға да шабатын. Одан ат үркіп, мазамызды қашыратын. Қарасам, әлгі ит қораның көлеңкесінде ұйықтап жатыр екен. Жақын келдім де, ұйықтап жатқан қабаған иттің үстіне қасқырдың терісін жаба салдым. Қыңсылаған ит қозғалмастан қалды. Сөйтсем, ит қасқырдан қорыққаны сонша, жаны шығып жүрегі жарылып кетіпті. Міне көрдіңіз бе? Иттің киесі қасқыр деп бекер айтпаған, деп едіге әңгімесін аяқтады. Әңгімеге ұйып тыңдаған біз көпке дейін үндемей отырып қалыппыз. Тек қана рельске соққан пойыз доңғалағының дауысы естіліп жатты.